Сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Мен сендерге түсінікті болу үшін тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Абай шығармалары ұрпаққа мәңгі мұра. 31-ші тапсырма, мәтінді оқы. Абай мен Жанғұтты шешен. Бірде Жанғұтты шешен Құнанбайдың үйіне келеді. Ол кез Абайдың жас шағы екен. Абай: «Ата, сізден бір сұрақ сұрауға бола ма?» дейді. Шырағым, сұрай ғой» депті. Жанғұтты шешен: «Ата, арзан не, қымбат не, дауасыз не, соны білейін деп едім» депті. Абай: «Шырағым Абайжан, арзан өтірік, қымбат шындық, ал дауасыз деген ол кәрілік емес пе? Жанарыңның оты бар екен, ақындығың шығар, маңдайың жазық екен, ойлылығың шығар, халықтың қалаулы азаматы бол» деп Жанғұтты батасын беріпті. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін анықта. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны Жанғұтты шешен мен Абай туралы айтылған. Жанғұтты шешен неліктен арзан өтірік, қымбат шындық деді? Өз ойыңды білдір. Өйткені өтірік айту кез келген адамның қолынан келе беретін жұмыс, және шындықты айту қазіргі таңда көп адам шындықты айта бермейді. Сол себепті шындық әр қашан қымбат болады. 32-ші тапсырма, пішіндер арқылы нақыл сөздерді тауып оқы. Шыққан сөйлемді жаз. Бұл жердегі шыққан сөздер адам баласына, адам баласының бәрі дос. 33-ші тапсырма, көп нүктенің орнына тиісті бірыңғай мүшелерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Абай өте ақылды адам. Ол жастарды білімге, тәртіпке және еңбекқорлыққа, талаптарға баулуға шақырды. 34-ші тапсырма, бірыңғай мүшелерді ма, па, та, те, да, мен шылаулары арқылы байланыстырып, өлеңді мәнерлеп оқы. Қараңғыдан қаңбақсың, кімге тұлға болмақсың? Күні мен түні ұшарыңды жел біліп, қонарыңды сай біліп, сайран салып жүргенің, ал біздің жиғанымыз дән, айналамыз толған ән. Абырой да, даңқ та барлығы осы егісте. Бидайдың сөзі осымен бітті, қаңбақ жөніне зытты. Дұрысын айтқан бидай ма, қаңбақ па, оны өзің салмақта. Бұл өлеңде дұрысын айтқан бидай. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сендерге тапсырма түсінікті болған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз. Және де түсініксіз тапсырмаларды комментарияға жазып кетсеңдер, мен сендерге міндетті түрде жауап беретін боламын.